темір жол сіздерге үстеріңізден заявление жазып, арыз жазуға дейін барамыз. Керек болса президенттің алдына дейін барамыз. Не жағдайында бір күннің ішінде өлетін жағдайға келдік. Біз демалысқа барғанбыз, демалыстан келетін қазір үйге барып, қазір больницаға жатуға тура келіп жатыр маған. Демалыс болмайды мынаның ішінде. Сахарым көтеріліп, давлением көтеріліп, аузыма мына су тамызып келатыр, мына суды тамызып келатыр аузыма. Не деген жағдай? Қазір мына комиссия келді. Біреуіміздің сөзімізді тыңдағанда жоқ мына комиссия. Ана жақтан кіріп келетқаннан тұрып, біз сұрақ беріп жатырмыз, олар жауап беруге жағдайлар жоқ комиссияның. Не жағдай? Мына халықты өлтіру ме сендердің жұмыстарың? Міне дежурный вокзал тапқан жоқпын. Вокзалдан айқайлап жатырмын. Екі жақ мынақта жүрсіздер. Мына вагонға барып жатыр. Бірінші. Сіздер екі адам жүру керек. Сіздер екеуіңіз де бір жақта жүрсіздер. Қараңыздар. Мына кісілер міне мына жерде проблема. Мінгізбей жатыр. 5 жасқа дейін болу керек билет деп. А бала 6. Бала 6-да. Ол біз Қазақстанда тұрық. Ешқандай Россиян жағын жүрмейді бізге. Детский билет пусть идут в кассу оформляют. Я не оформляю билет. Қараңызшы, біз қақты тұрық. Қайтыңызшы, Россияда тұрық па? Не, мен орнымас адрес. Кімсіз? Бригадир пойыз ғой. Да, билет в кассу. Танзира ханым, біз қақта тұрық, айтыңызшы, Қазақстанда ма, Россияда ма? Вот, Қазақстанның заңымен жүру керек бар. Сіздер Бір бала менде. Біз қазір Қазақстанда тұрық, бірақ Қазақстан, Россиян пойызы, қараңыздар міне, Ресейдің бригадирі міне, осы айтып тұр, біздің бригадирлер, біздің Қазақстан темір жолының адамдар үндей алмай тұрған. Себебі, қараңызшы міне, Шалқарға дейін барады. Жаңа билетіңіз қайда? Па билетім деп, просто бесплатный билет береді оған, просто оған тіркеп айтып тұр, сатып ал деп, әне. Алмайды оған, па билетім тіркеп жібереміз, билетіңізді беріңізші. Міне билетім, электрон. Атыңыз? Қуаныш. Неге айқайлап жатырсыз? Мен естімей жатырмын деп. Естіп жатырмын мен жақсы. Хорошо, мен Қазақстан үстінде тұрып, Ресейдің билігі бізге заңы жүріп жатыр. Осы тұрған Қазақстан темір жолы өте ұят. Дежурный вокзал ештеңе шеше алмай тұр осы тұрған. Бізге балаға Қазақстан Республикасының заңы бойынша мен көлік министрінің 7 жасқа дейінгі бала ата-анасымен бірге жүре алады. Ал Россияның пойызы келіп, Ресейдің заңын өздерінің границасын тастап кету керек. Жоқ, өкінішке орай, олар бізге үстемдік жасап тұр. Міне мына дежурный вокзал, мына кісі тұр, қасында шеше алмай тұр. Мынау деген ұят қой, Қазақстан темір жолы ма? Қазақстан темір жолы, міне Ресей пойызы бізге өздерінің заңдарын жүргізіп тұр. Сонда Қазақстан темір жолы деген аты қайда қалды, мен түсінбедім бар ол. Қазақстанда жүріп, Ресейдің заңын әкеліп тұрған міне мына жолсы бригадир кісі міне. Өкінішке орай, біздің Қазақстан деген атымыз жай ғана міне дежурный вокзалдар ешқандай жүр, ар жақта жүр, лағып жүр, өздерінің жұмыстарын білмейді, қай жерде отыру керегін. Мынаған бір шара қолданыңыздар, жолаушылар тасымалы міне. Қазір осы тұрғанда өкінішке орай біздің бір билетіміз күйіп кетіп тұр. Біз 9000 теңгеге алдық, мына тұрған Шалқарға 400 километр. Ал бұл кісілер вагонға жүреді. Қазақстан Республикасының көлік министрлігінің заңнамасы бойынша 7 жасқа дейінгі бала ата-анасымен бірге жүре алады. Бұл Қазақстанның заңы. Сол заң Қазақстанда жүрмей тұр, өкінішке орай. Ресейден келген адамдар сендердің заңдарыңа түкіргенім бар деп бір сөзбен айтты. Дұрыс, осы тұрғанда. Мына кісілерге Қазақстан Республикасының қараңызшы, жүрсіз. Мен вагоным штабной. 24-ші вагон емес, мен штабқа бірінші баруым керек. Есіміңіз кім? Сол үшін мен штабқа кетіп қалдым. Гүлнұр ханым, қараңыз, жақсы. Сіздің мына жерде көрдіңіздер, мен қылғынып айқайладым ғой, дежурный вокзал деп. Қандай шара қолданасыз, айтыңызшы. Мен сізді Қазақстан апарды кассиге де. Кассы Заң бойынша кассиге апарды сізді. Міне сіздің алдыңызда адам, міне 3 баламен жаңа бір келіншек мінді билетімен. Жақсы, болды. Мен сізді естідім, сіз ешқандай әрекет қолданған жоқсыздар. Қазақстанда жүріп, Қазақстанның заңын қолдана алмадық. Өкінішке орай, жақсы, түсіндім. Сонда қараңызшы, российский вагон деп сонда қорқып отырамыз ба біз? Бұл Қазақстанның жолы, Қазақстанның үстінен өтіп барады, сонда не? 5 жасқа дейін вагон. Жоқ, қараңызшы, сіз олардікі 5 жасқа дейін заңы дұрыс қой, ал біз қаяқта тұрып, біз қай жақта тұрып? Қазақстанда тұрып. Қазақстанның заңы сонда жүрмей ма бұл кісілерге? Енді өзіңіз көріп тұрсыз ғой, енді бригадир. Неге қорқып тұрсыздар, одан дым айта алмай? Қорқып тұрған жоқ. Қорқып тұрсыздар, дым айта алмай тұрсыздар. Правила олай емес. Заңның көлік министрлігінің заңы кассаға алып бардым ғой сізді. Кассаға алып барған ештеңе шешкен жоқ. Себебі қараңыз, біздерге правила Қазақстанның правиласы дұрыс бізде. Біз неге Россияның правиласын қабылдауымыз керек, айтыңызшы. Вы садитесь в международный поезд, поэтому извините. Международный қағазын көрсетіңізші, положениесін. бойынша мінгізіп жіберіңдерші, қазақшаға салып. Заң бойынша алған проводниктер бригадир пойызы алмай тұр ғой. Жоқ, қараңызшы, мен сайттан алдым, сайтта ескерту жоқ. Международный пойызға осындай жасқа дейінге деген ескерту жоқ. 5 жасқа дейін. Мына қымбат вагон, во-первых. Енді мына қараңыз қандай. ол менің вагоным емес, сол шығарып жатыр. Международный пойыз. Жақсы, қараңызшы. Детскийге ауғаныш.
международный ненің несін алып келіңізші. звондайтын уақыттар. Несін алып келіңізші, правиласын 5 жасқа дейін. Мен кассадан алған жоқпын билетті. Сайттан алдым, сайтта ол көрсетілген жоқ. сайттан енді сайтқа енді Көрдіңіздер ме? Білмеймін. Ешқандай әрекет жасап хорошо, обязательно, хорошо. Жолаушылар тасымал бір мына дежурный вокзалға, мына сосын және көлік министрлігі. Қазақстан темір жолын істеп тұрған ісі Ресей темір жолы болып кеттік қой біз. Мен Қазақстан үшін шырылдап жүрген бекер емес, біз баяғыда сатылып кеткеніміз көрінді осы жерде. Қанша минут жасап? түнде бізде бір кассир қуаныш. Бірақ кассир дейді, мынау ұят қой, мынандай проблема болатын болса, мен өзім тұрғанына 5 минут уақыт болды. Әлі жасап отыр. Бағана келгенде алып қалыпсың. Жоқ, мен кассирлер группы сосын бар ғой, айтайын сіздерге бар ғой. Дежурный вокзал вообще жұмыс істеп жүрген жоқ по факту. Неге перронда жүріп? Сіз ар жақта жүрсіздер, мен қылғынып жатырмын. Дежурный вокзал. Ешкім жоқ. Сіздер біреу мына жақта, біреу мына жақта жүрсе болатын еді. Алдыңызда көрдім ғой бағана тұрған. Енді келмейсіз ба енді айқайлап отырып қой. Көрдіңіз ғой бауырым айқайлағанын. Ешкім жоқ дежурный вокзалдан. Перронға шықпаса екен, составта жүріп қадағалап өтіп шығамыз. Ана кісі жүр, келе жатыр. Сіздің алдында перронда тұрғаныңызды да көрдік. Подиумда жүрген сияқты. Өзге шықпасақ не қыласыз? Айтыңыз. Мына кассынары әлі тұрып, мынау касса бағанадан бері осы кісілерге жасап отыр, әлі жасап отыр. Темір жол деген аты болмаса, уже біз Россияға баяғыда сатылғанбыз. Қорқып тұр Россияның проводниктеріне сөйлеуге. Қорқып тұр бар ғой. Осыдан бір анада қазақ проводник болса, басына шыттайды еді, қай комиссиясы келіп, ана комиссиясы келіп білген істеп деді. Еще айтады, орысша сөйле, я не понимаю дейді. Сен Россияға барып қазақша сөйлеу айтып тұр ғой. Не дейді? Сен кімдікі? Не болды бізге ала аламыз ба? Демейді, бәленбай сағат тұрып, қаншама адам жоқ мен ешті. Біздің Қазақстан именно Ақтөбе жолаушылар тасымал осыған бір шара қолдануыңызды сұраймын мен. Ол деген болмайды, жайдан жай қалуға болмайды. Қазақстан темір жолы осы тұрғанда ақша беріп мінгізіп жібердім мен Навагонға. 10 мың теңге беріп жібердім қалтамнан. Мені тұрсын ғана. Себебі онда ескертулер болған жоқ. Біз алған кезде билетті. Бірақ өкінішке орай Қазақстанда жүріп, Қазақстанның заңын осымен екінші рет Ресей басқарып отырған мен түсіндім да. Қазақстан темір жол басшысы Сауранбаев мырза және жолаушылар тасымал пойыз басшысы Ахметжанов мырза, Атырау облысының әкімі Шапкенов мырза 2024 жылдан бастап Атырау Алматы-Атырау бағытындағы пойызды алып тастадыңыздар. Алматыда оқитын студент балдар өте көп Атыраудан баратын. Студенттер Алматыға бару үшін екі пересадкамен барады. Атырау-Чимкент, Чимкенттен түседі, Чимкент-Алматы. Қазір сезон, билетті тауып өте қиын Алматыға. Ал студенттер не істейді, билет таппаса, Чимкент-Алматы. Вокзал оңа ма Чимкенттің? Таксимен барайын десе бағаны көтеріп жіберген таксистер. Ал таксимен кетіп бара жатып, жол апатына түссе кім жауап береді? Сіздер жауап бересіздер ма? Сіздердің балдарыңыз самолетпен ұшып жүретін бар. Қарапайым халықтың ақшасы жоқ самолетке. Ал ауырып жатқан квотамен емделуге кетіп жатқан адам не істейді? Екі пересадкамен. Сіздер кішкене ойламайсыздар ма халықты? Халықты ойлайтын болсаңыздар, сол Алматы-Атырау, Атырау-Алматы пойызын қайтып іске қосуыңызды сұраймын.